Бүгін біз ChatGPT жасанды интеллекті бойынша сабақ өтетін боламыз. Ол үшін бізге ең бірінші Google Chrome браузер қажет болады. Кірген кезде міндетті түрде өзіміз белгілі бір аккаунт таңдап кіру қажетпіз, себебі алдағы уақытта бізге өте қатты қажет болады. Енді біз іздеуге ChatGPT деп жазамыз, немесе ChatGPT 4 деген таңдасақ болады. Бізде OpenAI компаниясының ChatGPT жасанды интеллекті шығады, соны таңдаймыз. Енді бұл жерде өте қатты ескерте кететін жайт, осы Google Chrome браузерінде әрбір сайтты аудару функциясы бар. Сіз осында қай ыңғайлы тілге аударғыңыз келеді, соны таңдап қоясыз. Қазақ немесе орыс тілдері. Менің жағдайымда ол қазақ тілі. Мен бұл функцияны жасап қойдым, оны настройкадан жасай аласыздар. Келесі, ChatGPT плюс қолданбасын пайдаланып көріңіз деген қара ұяшықты басамыз. Ары қарай бізге осындай терезе шығуы мүмкін. Біз әзірге войти, зарегистрироваться таңдамай, тек қана не входить деп басып, ChatGPT-дің жұмыс платформасына кіре берсек болады. Мына жерде сообщить ChatGPT деп тұр. Осында кез келген нәрсе жазып бастауға болады. Кеттік. Жай ғана қалайсың деп жазып көрейік. Жақсы, сен өзің қалайсың деп диалог құрып жатыр. Жақсы. Енді көріп тұрғандарыңыздай ChatGPT сізге қалай көмектесе аламын деп көмек көрсетуге 100% әзір болып, сақадай сай болып тұр. Біз мұғалім ретінде қалай қолданамыз? Ең бірінші біздің былайша айтқан кезде мәселеміз ол сабаққа дайындалу. Сабаққа қалай дайындаламыз? Біз сабақ жоспарын жасаймыз. Кеттік. Сабақ жоспарын әзірле. Тақырып жазайық. 3 бұрыш және түрлері. Қайсыны бекен көрсетейік. Және жақсы, тек қана сабақ жоспарын жасап көрейік әзірге. Құрметті әріптестер, өздеріңіз көріп отырғандай 9-шы сыныпқа арналған 3 бұрыш және 3 бұрыштың түрлері тақырыбына сабақ жоспарын әзірледі. Сабақ жоспары, мақсаты, қажетті құрал жабдықтар сабақтың құрылымы минут-минутына бөліп берді. 3 бұрыштарға қосымша ақпараттар беріп отыр. 20 минут практикалық жұмыстар, тапсырмалар, сонымен қатар үй тапсырмасына дейін сабақты қорытындылау және 5 минут рефлексияға бөліп отыр. Енді бізге кесте түрінде қажет болса, тек қана осы жоспарды кестеге сал деп жазсақ жеткілікті. Өздеріңіз көріп отырғандай, жоғарыда жасалған жоспарды өте керемет қылып кестеге түсіріп береді. Біз бұл кестені жүктеп алу үшін тек қана астыдағы копировать деген белгіні басамыз да, өзімізге қандай Microsoft Word-қа жүктеу керек па, немесе басқа белгілі бір платформаға жүктеу керек па, біз ары қарай жүктеп ала аламыз. Енді келесі тағы бір тақырып жазып көрейік. Біз практикум өту барысында ең көп сұранысқа ие ол Қобыланды батыр жыры. Яғни мұғалімдер Қобыланды батыр жырына сабақ жоспарын жасап, презентация жасап беріңіз деп өтініш жасайды. Біз ең көп сұранысқа ие болғаннан кейін осыны қайттан жазып көрейін дедік. Қобыланды батыр жыры, сабақ жоспары. Кестеге сал деп жазайық. Кеттік. Өздеріңіз көріп отырғандай сабақ жоспарын жасап берді. Енді тек қана сабақ жоспарын қана емес, тест жасауға, есеп жасауға, мәтін құрастыруға, эссе дайындап беруге, мәтін дайындауға, кез келген функцияларға әзір. Енді біз осы екі тақырып бойынша ChatGPT-ді ары қарай қолданып көрейік. 3 бұрыш және түрлері.
9 сынып 20 есеп құрастыр. Жауаптары. Так, былай жазайық. Шешу жолдары және жауаптары болсын. Кеттік. Жоғарыда біз құрметті әріптестер, өздеріңіз көріп отырғандай, біз үшбұрыш және оның түрлері және қобыланды батыр жыры тақырыптарына сабақ жоспарын жасадық. Енді тек қана жоспармен шектелмей, біз ары қарай ChatGPT-дің мүмкіндігін толығырақ қолдануға тырысайық. Ол үшін үшбұрыш және оның түрлері 9 сынып 20 есеп құрастыр, шешу жолдары мен жауаптары болсын деп тапсырма бердік. Енді бізге осындай есептер құрастырып берді. Тікбұрышты үшбұрыш, тең қабырғалы үшбұрыш, яғни үшбұрыштың әрбір түрлеріне, тең берілі үшбұрыштың барлық түрлеріне түрлі есептер жасап берген. Біз 20 есеп сұрадық. Біз сұрағандай 20 есепті шешу жолымен және жауабын ұсынып отыр. Өте керемет қой, құрметті әріптестер. Енді келесі қобыланды батыр жыры. Тест жасатып көрейік. 5 сынып дейік. 20 сұрақ. Сұрақ. 4 жауабымен және бір жауабы дұрыс болсын. Жақсы, кеттік. Құрметті әріптестер, біздің сабағымызды пысықтау үшін тек қана жоспармен тоқталмай, қобыланды батыр жыры бойынша тест жасауды ұсындық. 5 сынып 20 сұрақ болсын, 4 жауабымен және сол 4 жауаптың біреуі дұрыс болсын. Кеттік. Бізге сұрақтарды жасап берді және астына дұрыс жауаптарын айтып жатыр. Құрметті әріптестер, өздеріңіз көріп отырғандай, бірнеше секундтың ішінде сіздерге 20 сұрақтан тұратын керемет тест дайындап берді. Алдағы уақытта осы тек қана ChatGPT жасанды интеллектімен қана емес, бұдан бөлек те өте керемет платформалармен танысқыларыңыз келсе, міндетті түрде бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Істеріңізге, жұмыстарыңызға үлкен сәттілік және табыс тілейміз.